Қайырлы күн достар, бүгін мен өте дәмді пирожки жасаймын. Мен бірінші апар жасап аламын. Оған мен бір ас қасық құрғақ аштыққа жылы су құямын 50 мл, және бір ас қасық қант саламын, жарты шай қасық тұз саламын да барлығын жақсылап араластырып аламын. Суымыз міндетті түрде жылы болу керек. Сол суға біздер 3 ас қасық ұн салып барлығын жақсылап араластырамыз. Апарыны 10 минутқа жылы жерге қоямыз. Мінекей достар, осылай болып апарымыз көтерілу керек видеодағыдай. Енді бір кеңірек ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып аламыз, жақсылап араластырамыз. Оған жарты шай қасық тұз және бір шай қасық қант қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін жаңағы дайын болған апарымызды қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Енді ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Алдымен қасықпен араластырып аламын мен. Одан кейін қолмен барлығын жақсылап илеп аламын. Егер де қамырыңыз қатты болып шығып жатса, кішкене жылы сүт құйып жіберіңіздер, және де одан кейін қамырға біздер бір ас қасық сұйық май құйып барлығын жақсылап араластырамыз. Егер де пирожкиіңіз көбірек шықсын десеңіз, көбірек ұн салып, жылы сумен немесе жылы сүтпен ашытасыздар қамырыңызды. Мен кішкене ғана су қостым. Қамырды жылы жерге көтерілуге қоямын. Қамыр көтерілгенше мен осылай картопты аршып алдым және пюре жасаймын. Астын басып пісіреміз. Мінекей достар, мен пюрем дайын болды. Енді мен оған 100 граммдай ерітілген сары майды қосып, барлығын жақсылап араластырамын. Дәміне қарай дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Және біздің пюреміз дайын болды. Піскен кезде картопқа тұз салғандықтан мен тұз салмаймын. Қамырымды өте керемет болып көтерілді. Сондай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады бізде. Қамыр өте керемет болып, жұмсақ болып шығады. Тақтайымызды төсеп алып, дайын болған қамырымызды илейміз. Қатты жұқа қылмаймыз. Енді өзіңізге ыңғайлы дөңгелек ыдысыңызды алып, осындай дөңгелек формалар жасаймыз. Және барлық қамырға дайын салмамызды, яғни пюремізді салып шығамыз. Видеодағыдай түйіп шығамыз қамырымызды. Барлығын жақсылап түйіп шығамыз, піскенде ашылып кетпеу керек. Достар, жаңағы қамырдан менде 12 дана пирожки шықты. Енді мен противньді астын сары маймен майлап аламын, яғни сұйық маймен, және де дайын болған пирожкиларымды противньға салып шығамын. Түйген жағын астына қаратып саласыздар, және жұмыртқаның сарысын жағуыңызға болады. Мінекей достар, менің кереметтей пирожкиларым дайын болды. Өте жұмсақ, өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай көтеріліп, керемет болып піседі. Дәмі енді сөз жоқ, керемет. Салмасына өзіңіздің қалағаныңызды қосуыңызға болады. Ет те қосуға болады, немесе капустаны да қосуға болады. Мен бүгін осындай пюре қосып, керемет пирожки жасадым. Менің видеом ұнаса, маған лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздер менің видеомды бірінші көретін боласыздар.